Сәлем достар, сіздермен болған мен Жолсайтока World арнасы. Достар, бұл бізде новый серия тақырыбы гүл әлемі бірінші бөлімі. Бұл сериал сіздерге ұнайды және де қызықты болады деген ойдамын. Ұнаса менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписаться кнопкасын басып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше менімен бірге болыңыздар, мен сериалымды бастаймын. Кеттік! Сәлеметсіз бе? Маған ең әдемі гүлді көрсетесіз бе? Бүгін менің анамның туған күні, мен оған өзі сияқты ерекше гүл сыйлайын деген едім. Жақсы, балақай. Бізде мінеки осындай гүлдер бар, және де бізде тағы да бөлек гүлдер бар. Саған көрсет десең көрсетейін. Жоқ, рахмет. Мына жерде ең әдемі гүлді тауып алармын. Маған осы жерде ұнап тұрған гүл. Так. Осы гүл ұнап тұр маған. Осы гүл қанша бағасы? 30.000 теңге. Жақсы. Мінеки. Көп рахмет. Бүгін анам деген қуанып қалатын болды ғой. Анаңның туған күні құтты болсын. Рахмет. Фарида, осы сенен бірдеңе сұрайыншы. Ең әдемі гүлдер қай жерде сатылады? Бізге қарай жап-жақындыр ғой. Гүл әлемі деген бір, яғни гүлдер сатады. Олар өте ерекше гүлдер ғой. Ол жерде, яғни кішкентай қыз жұмыс істейді. Сен барып, содан сатып алсаң болады. Рахмет. Менімен бірге барасың ба? Жоқ, аяғым қатты ауырып тұр, білесің ғой. Жақсы, рахмет айтқаныңа. Қазір менің гүл алып келейін. Сәлеметсіз бе, апай? Сәлеметсің бе? Маған гүлдерді көрсетесің бе? Мінеки, мына жерде бізде гүлдер тұр, өзіңіз таңдап алсаңыз болады. Жақсы. Маған ұнап тұрған гүл. Осы гүл әдемі сияқты. Бағасы қымбат емес пе? Жоқ, қымбат емес. Небәрі 25.000. Бағасы да арзан екен. Жақсы, рахмет. Мінеки, ақшасы. Сау болыңыз, келіп тұрыңыз. Өте жақсы магазин екен. Ендеше мен тамағымды ішіп алайын, әйтпесе деген қарным ашып кетті ғой. Не пісірсем болады екен? Так, жұмыртқамен нан пісіріп жейін. И дайын, готовится. Ыдысқа саламыз. И өзімен бірге шай құйып алайын. Ендеше мен тамағымды ішейін. Дәмдісінай қанымда тойып қалды ғой. Жақсы, ендеше мен барып, тамақ ішіп алдым. Енді жұмысыма барып кірісейін, әйтпесе адамдар келе жатқан шығар, клиенттер дегендей. Фарида, айтпайсың ба маған бұрыннан бері мен қымбат жерден алып жүрсем, мына гүл деген маған қатты ұнап жүрген, 50.000 теңге ақшам жетпей жүрген, мен бұл жерден 25.000 теңге әдемі және де ең арзан дүкен екен, иә? Иә, мен саған сол үшін сол дүкенді айттым ғой. Рахмет саған, өзіңде гүл алып алсаңшы. Жоқ, менің ақшам жоқ. Ендеше мен саған алып берейін. Менің құрбымсың ғой. Жақсы, ендеше кеттік. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсің бе? Сәлеметсің бе тағы да? Қандай гүл аласың? Мен бір гүлді алғым келіп жүрген, ақшам жоқ тұғын еді. Құртып қойғанмын ғой енді. Макияж, шашқа, яғни сондай киім алып дегендей.
Осы жерден гүл көре берсеңіздер болады. Өздеріңізге ұнаған гүлді алсаңыздар болады. Көріп шығыңыздар. Тағы да гүлдерді көрсетіңіздер десеңіздер, мен көрсетемін. Тағы да бұдан бөлек гүлдер бар. Жақсы, бірінші мына жердегін көріп алайын. Ендеше сен көріп ал, мен мына жерде күте тұрайын. Маған ұнап тұрған гүл бұл жерде жоқ екен. Мына гүл қандай екен? Мына гүл әдемі екен. Тағы да бөлек гүлдерді көрсете аласың ба? Иә, көрсете аламын. Ендеше жүріңіздер. Мына гүл әдемі екен. Бұл гүлді қалдыра тұрайын. Жақсы, ендеше жүріңіздер. Мінеки біздің бөлек гүлдер осы. Қарап шықсаңыздар болады. Бұл жерде кейбіреулері қымбаттау. Вау, мына гүл деген әдемірек қой. Вау, қандай күшті. Мына гүл қанша? Бұл гүл қымбаттау, 50 мың теңге. Алып бересің бе осы гүлді? Жақсы, алып берейін. Менде бұл жерден тағы да гүл аламын-ау деймін. Так, сене ең әдемі гүл алып қойдың ғой. Жақсы, ендеше мен кассаға бара беремін. Мен аламын, осы гүлді аламын. Ақшасын қазір бере салайын, мінеки. Жақсы, келіп тұрыңыздар, сау болыңыздар. Сау бол. Менің гүл әлемі магазинім дамып жатыр. Жарты ақшасына мен гүлдер заказ беремін товарын, және де жарты ақшасын мен өзім жинап жатқан ақшама қосып қоямын. Бүгінгі менің жұмыс дегеніме жетер деп ойлаймын. Кеш те батып жатыр дегенде, ендеше мен кеттім, дүкенімді жабайын. Кеш батқан соң менің гүлдерім барлығы солмаған, оларға су құйып тұру керек. Мына гүл деген маған қаттырақ ұнайды, күшті гүл ғой өзім. Кім звондап жатыр екен? Алло, қалайсың, подружка? Қалайсың, досым? Саған барайын ба? Просто ішім пысып жатыр, сенде ішің пыспады ма? Жоқ, пыспады. Ендеше кел, бірге жұмыс істейміз, уақыт өткіземіз дегендей. Жарайды, ендеше мен барамын. Күт, саған подарка алып барам. Жақсы. Ендеше мен досымды қарсы алайын. Дастархан істеймін барып.